Қалайсыздар? Жақсы, Құдай қаласа 1 минуттан кейін жаңа тележобаның соңын кешейін деп тұрмыз. Көресіздер ғой? Иә, Тұман. Не болды Нұрсұлтан? Бір сұрақ. Орталық хабар таразың жалғасы ма? Жоқ. Қайталанбайтын орталық хабарды бастаймыз. Бірнеше жоба жоспарлап отырмыз, иә. Жақсы, рахмет. Ғаламдық теориялардың төресі, тартылыс заңы, алты құрлық асқан ақпарат орталыққа асығады. Хабар арнасы, біз бастаймыз. Орталық хабар. Арма, әзиз көрермен. Жоқ, бастан бастаймыз. Бастан 1, 2, 3. Қайырлы кеш, достар! Иә, осылай бастаған дұрыс сияқты, бірақ кішігірім қобалжулар бар, сәл толқып тұрмын десек те болады. Бірақ бізде бәрі жақсы болады, өйткені орталық хабарда барлығы бар. Ау, неге мен? Неге дәл осы бағдарлама? Енді бұл сұрақты маған емес, бұл сұрақты басшылыққа қойыңыздар. Ал менің жұмысым бағдарламаны бастау, 40 минут тұрып осы жерде аяқтау, алдымен аңдатпа. Қазақстандық Атлантида, Қызылағаш 3 жылдан соң, Өзбекстанда теракті жасаған, Ауғанстанда тұтқынға түскен бүлдіргі синдромы. Мазари Шарифтен сәлем, ауған қазақтары неге көшпейді? Сіз кімсіз, Майемеров? Бас муфти неден мүдірді? Катюша шырқауға бұйырған кім? Орталық хабар осының бәрін ортаға тастайды. Кейінгі 2 жылда 42 экстремистік топтың көз жойылып, 35 террорлық әрекеттің алды алынды. Ауғанстанда емес, Қазақстанда Дулат Абдраимовты 20 жылға абақтыға қамады. Ауғанстанға жету үшін шаққа толған үшін бе? Жоқ. Айту Абыхан Гуантанамо түрмесіне бекет жатты дейсіздер ме? Жоқ. Қызықтырып жібердім ау деме? Қорқынышты, құрметті көрермендер. Олай болса, Шынар Сағынды қызының арнайы бейнематериалына назар аударыңыздар. Эксклюзив. Түсірмеш мені, неге түсіріп атсың? Түсірмеш. Джихад, шатақ іліммен шатасып, дағуат деп дүрлігіп, ауғанға ауып адасқан ордалы жыланның көздегеніне, біріне тисең, бәрі шабады. В 2009 году уже начал заходить интернет-сайты в Алмате, такие сайты как Хунафа, Кавказ-центр, и начал интересоваться джихадом. И решил, намерения были уехать на джихад в Афганистан. Потом нуждался в средствах, не было денег, и я решил делать разбойные нападения. Талдықорғанның тумасы Дулат Абдраимов ата-анасына кәпір деп тіл тигізіп, келмеске кеткен халифат құруды көксегендердің бірі. Көшеде кездескен кездейсоқ дүмшілердің шалдыр шатпағына санасы уланған жігіт тәліптер сапында зайырлы мемлекеттерге қарсы соғысуды діттеді. Арманына жету үшін қолын қанға малып, адам да өлтірді. Бірақ сот процесі кезінде жындының рөліне мықтап еніп, істі тергеген судьядан айласын асырады. Осылайша түрмеге емес, Ақтастағы ақылынан адасқандар диспансеріне тоғытылды. Бірақ 2 жылдан кейін дертінен айықты деген желеумен Дулат Талдықорғандағы медициналық мекемеге ауыстырылып, ол жақтан көп ұзамай қашып шықты. И за мной следом побежали эти опера, патрульные. И один уже меня догнал сразу же. Я его застрелил сразу же. И этот начал догонять меня и стреляет. Я взял на скидку, просто руку в ту его сторону повернул, один раз еще бахнул, думал, что успокоится, отстанет. Он что-то не успокаивается, по-моему, еще раз меня стрельнул. Я подумал, сейчас попадет же, и прицелился в него, еще раз стрельнул. Упал, да. И остальные не стали за мной бежать, я убежал оттуда. Тепсе темір үзетін жігіт Алматыдағы мешіттерді жағалап, тәліптердің идеологиясын құптайтын қол жасақтады. Және жасырын жиындардың бірінде өзін топтың әмір етіп бекітіпті.
Полиция торауылдап жүріп, ауруханадан қашып кеткен Дулатты тұтқындап, Балқаш қаласындағы қапасқа қамайды. Дәл осы жерде оның үкіметке деген ашу-ызасы күшейіп, өшпенділікке ұласады. Мерзімін өтеп, абақтыдан азаттыққа шыққан Дулат жақтастарымен жалған құжат арқылы Өзбекстанға аттанады. Мұнда көсемдерінің бұйрығы бойынша Ішкі істер министрлігінің полковнигі Асадовты атып өлтіреді. Елге оралып, Қапшағайдағы 2 патруль сақшысында жайратып тастаған. Заң органдарынан сытылып, Қырғызстанда бой тасалаған Әбдірайымов экстремистік топтардың бірін қаржыландырған. Тіпті Ауғанстанға жету үшін шағын ұшақта сатып алыпты. Здесь, в принципе, что ценно, это вот этот двигатель, вот эта вот парашютная система, она одна 5000 долларов. Вот этот ротор стоит 15 000 долларов. Самолет получается вот Ауғанстандағы сол жердегі талибан дейме, талибандарға қосылып, Америка деп айтайық, енді басқа осы демократиялық жолда жүрген қызметкерлермен соғыс ашпақшы болған ғой бұлар. Өркениетке қарсы соғыс жариялаған топты Қауіпсіздік комитеті тұтқындады. Тінту кезінде қалталарынан қару, үйлерінен жарылғыш заттар тәркіленді. 30 томдық қылмыстық іске айғақ боп тігілді. Понятые, сюда подойдите. Металлический предмет 73 583. Дулат Әбдірайым қапасқа 23 жылға қамалды. Шибөрілерде ауыр жаза арқалады. Тілге тиек етер жайт лаңкестерді қолдап, сот мәжілісіне жақындары келмеді. Сотта мойындады. Барлығы мойындап, мемлекеттің атынан, заңның алдынан кешірім сұрады. Жамағатты жаңылыстырған Дулат соғысуды көздесе, тағы бір жерлесіміз Айту Абықанов Пәкістанға діни білім алмақ ниетте аттанған. Алматыдан 130 шақырым жерде орналасқан Қызылшарық ауылының тұрғына не ата-анасын, не мұсылмандар діни басқармасын да ескертпеген. Айту Пәкістанға 2 ауылдасымен жасырын түрде кеткен. Қайта-қайта 10 рет келістіріп баста ұртып қайта-қайта. Сіз келмедіңіз ғой, сізден басқалар жедел баста ұрып отырған. Ей, ауырта берсін. Сен немен Американың сөзін сөйлейін деп тұрсың ба? Сапса болан ауруған. Немене? Айтам мен. Түсінбейді, істемейді. Уәлихан әжей баласынан тірідей айырылды. Айтуынша Пәкістандағы діни медреселердің бірінде сауат ашқан жігіттерді. Ұстаздары 1-ші курсты тәмамдағаннан кейін 3 айға тәжірибе алмасу мақсатында Ауғанстанға аттандырған. Кабул қаласында бұлар жергілікті имамның көмекшісі боп жұмыс істейді. Небәрі 3-ақ күн. Одан кейін соғыс, босқыншылық өмір басталған. Пәкістанда сол ақша алмай оқытатын оқу бар деп барыпты ғой. 2001 жылдың 7-ші қазанында ақш сарбаздары Кабул қаласын әуеден де, жерден де атқылайды. Баспана, мешіт, бәрі тас-талқан боп қираған. Пәкістан шекарасына қарай үдере көшкен жергілікті халықтың арасында біздің де жерлестеріміз болған еді. Жол жөнекей оларды пуштундар ұстап, жарты жыл құлдықта ұстайды. Кейін ақшқа әрқайсысын $5000 сатып жіберген деген дерек бар. ақш тұтқындағы үштікті 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Нью-Йоркте болған лаңкестікке қатысы бар деп айыптады. Қатыгездеген танымал Гуантанамодағы түрмеге тоғытты. Тек қазақ билігінің араласуымен толассыз келіссөздердің нәтижесінде ғана Айту 7 жылдан кейін елге оралды. Бұл аралықта анасы баласының не тірілер, не өлілер сапында екенін білмей қамықты. 7 жыл. Бұл күлкісіз өткен күндер мен ұйқысыз түндер. Жүректі сыздатқан сағыныш. Қазір Айту Талғар қаласындағы психоневрологиялық ауруханада. Анасының айтуынша ақыл есі сыр берген. Ауғанға барып соғыссаң, не діни сауат ашсаң, иманың күшейіп, жұмаққа түсесін деген ұғым адасушылық. Білімі таяз дүнше сымақтардың шалдыр шатпағы. Ордалы жыланның көздегені де сол. Жастарды азғыру, жазғыру, тура жолдан тайдыру.
Ауғанстанға барып оралғандардың бүгінде сүйегі аман болғанмен саналары мүгедек. Салах болсын, мейлі Хизб Тахрирді болсын, мейлі қай нәрсені, мейлі Құранды итпін деп жүрген болсын, оның барлығы түптен түбінде адам баласы үшінде, қоғам үшінде қатер. Ауғанстан, Пәкістан, шын мәнінде экрандағы бейнелерге қарайтын болсақ, бұл елдерде күнде жарылыс, атыс шабыс, жалпы тыныштық орнамайтындай елестетіледі. Шын мәнінде солай ма? Жалпы құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Ауғанстан жайлы қандай жағымды ақпарат білесіздер? Анаша? Жоқ, енді анаша бұл жағымды ақпарат емес, бұл жаман емес пе? Олай болса, былай істейік. Ауғанстанды өз көзімен көріп қайтқан 10 күн бойы сол жақта арнайы журналистік зерттеуін жүргізіп қайтқан әріптесіміз Өркен Кенжебекті сіздердің қошаметтеріңізбен ортаға шақырамыз. Мінекей, Өркен өзі келе жатыр, деп айтсам қателеседі екен, өйткені артына тағы да бір 4 сарбаз келе жатыр. Бұл не, боевиктер ма Ауғанстанның? Жоқ, бұлар танымады мен. Сенің артынан еріп келген сияқты. Мүмкін. Қарап отырсақ, көңіл күйің өте тамаша, Ауғанстан майдай жаққан сияқты. Қайтып барасың десе, билет алуға дайынсың ба, Өркен? Егер Ауғанстан тамаша мемлекет, оған тіпті турист ретінде баруға болады десем, әрине ешкім сенбейді. Бірақ өз көзіммен көрген соң, бұған өзім иманда сенемін, және тап қазір жіберсе, тап қазір бар едім. Енді біз бағана экрандағы бейнелерден көріп отырмыз, шын мәнінде күнде бір атыс шабыс болады сияқты, қирап қалған мемлекет сияқты. Кабулдың өзі, қонақ үйлердің деңгейі, жалпы тамақтану мәселесі қалай? Тамақтану мәселесі дегенде ауған халқы өте қонақжай, тіпті қонақ үйлеріне 5 минутқа ресепшніне жазылуға тіркелу келсең, сол жердің өзінде көк шай ұсынады. Яғни қонақжайлық керемет, және халық сондай дархан, кеңпейіл. Ал жарылыс ол Кабулда болады, өйткені ол жерде елшіліктер бар, және жарылыс оңтүстікте болады, өйткені ол жерде есірткі бар. Ал қалған жер тыныш. Қалған жерде жүруге болады дейсің ғой. Жүруге болады, аралауға болады. Кәдімгі Қазақстандағы сияқты жағдай. Қазақстандағы сияқты жағдай. Басындағы бас киім өте ерекше екен. Көрсек болады ма? Ауғанстаннан алып келдің, аты қандай бұны қарап отырсақ, теңіз флотында қызмет атқаратындардың ұқсайды. Бір қарап отырсақ, кезінде американдық фильмдерден көрген боевиктердің басындағы бас киімге ұқсайды. Немесе ұлттық киім бас киімдер ме? Бұл негізі Ауғанстан негіз халқы пуштундардың бас киім болған, бірақ американ кинолар жаман үйретіп тастағандай, бұл маджахеттердің символына айналды, яғни бұл дұшпандардың символына айналды осы бас киім. Бірақ негізі жұқа киізден тігілген пакүл деп аталады. Башы ешқандай құпиясы да, сиқыры да жоқ, кәдімгі бас киім. Ауғанстанда жүріп қанша сөз үйрендің? Ауған деген тіл. Ауғанстанда жүріп четуристи, хубисти, бахайрести, журасти деген сөзін үйрендім. Бұл бізде көңіл күйің қалай деген сөзін олар 1-4 сөз айтады, яғни четуристи, хубисти, бахайрести, журасти. Айлығың қалай, денсаулығың қалай, жеке өмірің қалай деген сияқты. Аудармасы қалай дегенде қазақтың бір сөзін береді деді, көңіл күйің қалай дегенде. Тамаша. Шын мәнінде біз айтып жатамыз, мынау американдық фильмдерде көріп жатамыз, шетел фильмдерде көріп жатамыз, Ауғанстанда бір барсаң болды, қайта алмайтын сияқтысың. Жайратып салатын сияқты. Немесе біз арнайы ұялы байланыс телефондарында арнайы қорқынышты роликтер көріп жатамыз. Сондай жайттар орын ала ма, әлде бейбітшіл өмір сүріп жатқан мемлекет? Біз Ауғанстанда болған 10 күн ішінде 3 теракті болды. Біздің қонақ үйдің артында 3 теракті болды деген сияқты. Оның өзі бір үлкен олар үшін бұл қалыпты жағдайға айналысқан, өйткені біздің алдымызда бір теракт болды да, олар тіпті асықпай атысуға үйреніп қалған. Мысалы, азанда теракт бастаса, асықпай атысып, түскі шайға шығып, одан кейін түскі шайдан жалғастырып, кешкі шайға шығып, жалғастырып дегендей, теракттың өзіне олар әбден бойларын үйретіп алған соң қалыпты жағдай болып кеткен. Ал қонақ үйде сен жатқан кезде, сол дауыстарды естіген кезде қорыққан жоқсың ба? Дауысын естідік, бірақ көрсетпеді. Қорыққанда ол Ауғанстан атмосферасы, ауасын өзі бір адам жүрегіне сәл кішкене батырлық бітіретін сияқты, сондықтан да мүмкін жайбарақат айтып тұрған шығармын. Жайбарақат айтып тұрған сияқтысың. Яғни өзің көргендей Ауғанстанға қайтадан барасың, және өзгелерге де кеңес бересің, е? Ауғанстанға барыңыздар, турист болып қайтыңыздар. Бұл тегін жарнама. Тегін жарнама. Шын мәнінде құрметті көрермендер, біз Ауғанстанға барамыз ба, бармаймыз ба, ол әркімнің өзінің жеке басындағы шаруа. Ауғанстанда бейбіт азаматтар өмір сүріп жатқан сияқты. Бейбітшілікте, ымырада, ынтымақтастықта өмір сүріп жатқан сияқты. Яғни барлығы жеткілікті дегендей. Бірақ бір нәрсе жетпей тұрған сияқты. Ол не? Ол әрине біздің арнайы сюжетіміз. Біз Мазари Шариф қаласында жүрміз. Бұл Ауғанстанның солтүстігіндегі ең ірі деген сауда және өнеркәсіп торабы. Балық провинциясының орталығы. Өзі 360 метр биіктікте орналасқан.
Тағы басқа не айтуға болады? Мұнда бастысы қазақтар тұрады. Сонау қиын-қыстау кезеңде Қазақстаннан көшіп кеткен ағайындарымыздың мұнда 6 отбасысы тіршілігін кешіп жатыр. Алдымен Мазари Шарифте Қазақстан елшілігінің бөлімі барын айта кетейік. Біз келгенде елші жігіттер ырым ретінде қой сойып, етін жергілікті қазақтарға таратып берді. Осы қойдың еті түскен қазанды үйді іздеп, біз де бара қалдық. Бұл көшенің бойында бұрындары 500-дей қазақ отбасысы тұрған екен. Араласып жүрдік әйтеу ауыл болып бәріміз. Көбісі көшіп кетті қазір? Кетті, бәрі кетті. Түркия кетті, Қазақстан кетті. Қазір Ауғанстан бойынша қалған қазақтар саны 135 адам. Бұл дегенін 21 отбасы. Неге дәл осы отбасылар көше алмай қалды десеңіз, белсенді көші-қон кезінде олар елсіздеу, таулы аймақтарда жүрген. Тәліптерден қорқып, 3 күнде бір нан жеген күндері болған. Кейін көшем дегенде қу кедейшіліктің кесірі тиген. Қазақша көп сөйлесіңіздер бір-біріңізбен. Жақсы болады сонда. Қазақша сөйлесеміз, қазақ бойды біз қазақ сөйлейді. Енді сарты ортасына қалдық, сарт сөйлейміз де енді. О, тілдер енді бұзылады. Тілдің бұзылу себебінің бірі ауған қазақтардың арасында аралас неке көп. Мысалы, Абдул Сабыр ағамыздың мына баласы ер жетіп әйел алатын жасқа жетіп тұр. Бірақ лайық қазақ қызын табу қиын. Ал ауған қыздары қалың малына $5.000-дан $10.000-ға дейін сұрайды. Амал жоқ, өзбек қыздарын таңдауға тура келеді. Осы Райрадан өтіп, менен үлкен бір бала бір қыз суға ағып кеткен осы суға. Сөйтіп әбігер болып өтіп келіп, енді бір туған жерімізге барсақ дейміз, басқалар өліп кетті ғой. Әке-шеше өліп кетті ғой. Қазақстанда жағдайларды естіп жатырсыздар ма, бұлай хабардарсыздар ма? Шүкір естіп жатырмыз. Жангүл апаны Ауғанстанға қашан Қазақстанның қай аймағынан келгені есінде қалмаған. Бірақ қазір медет тұтатын ойы отанына қайту. Негізі Ауғанстанда қазақтардың саны тізімдегі 21 отбасыдан да көп көрінеді. Осы әлем қазақ бар, тауларда бар, не болып кеткен? Өзбек болып кеткен, сарт болып кеткен. Саншайрак деген жер бар, Қазақ Малик дейді атына. Осы елді аты Қазақ. Қазақ Малик. Бауырсақ қаланы айтпайсың ба? Бірақ сарттаны басқа ұлтқа сіңісіп кеткен. Біз көрген қазақтың өзі тілінен бастап киіміне, тіпті асқан етіне дейін басқаша болғанын көріп, сәл қомсынып қалды. Қазақстанға тек қазақтар ғана қайта алмай жүрген жоқ. Қызық болғанда ауғандар да бар екен. Қазақстанның азаматтығын алған ағасына барамын деп 5-6 жыл бізде тұрып қалған. Қазір үйленіп, қайтадан шақырту күтіп жүр. Я привыкал там, и документы получились там, и я хочу там быть, там жить. Бұл Заби Нұрмұхаммед. Одан да мені комсомол деп айтындаршы деп күледі. Ескі құсқы сататын дүкені бар. 1984 жылы Қазақстанға оқуға жіберілген жастардың арасында болыпты. Судьба так решила, что мы попали в Казахстан, Чемкентская область, город Туркестан. Ходили там Машат, Белые воды, в Чемкент, Кентау. Ну, не могу уже сказать, потому что знаете сами, что это как сон прошло для меня. Әйтеуір сол кезде көрген жақсылығы үшін қазақ еліне айтар алғысы шексіз. Потому что такого обслуживания, которое было в Казахстане, нигде мне больше не найти. Айтпақшы, Мазари Шарифтегі аз ғана қазаққа ауғандардың Ғазанфар қоры көмектесетін болды. Еті тірісін жұмысқа алатын болды. Қуанған қазақты көріп, біз де қуанып қайттық. Өркен Кенжебек, Ернат Бапанов, орталық хабар үшін. Осы аптада Ресей олигархы Борис Березовский қайтыс болды. Негізі ғалым еді, артынша Ресей үкіметі залым қылды. Ақыры Лондонға кеткені мәлім болды. Оның сыртынан Ресейде алаяқтық жасады және ақша қаражатын заңсыз алды деген айыптар тағылды. 13 жылға сырттай сотталды. Сырты бүтін, іші
Путин Березовскийге саяси баспана берген батыста 6 рет қастандық жасалған. Олигархтың өлімі өзге елдерден артынып-тартынып барған саяси баспаналастарын да ойландырмай қоймас. Скат әуе компаниясының ұшағы шассиінен ақау шығу себепті жерге бағытталған. Жоқ, біз 21 адамның өмірін жалмап кеткен Алматыдағы апаттың қара жәшігін оқып отырған жоқпыз. Бұл дәл 2 күн бұрын болған Ақтау қаласындағы оқиға. Скат әуе компаниясының Challenger 200 ұшағы әуежайдан Орал бағытына қарай ұша бергені сол екен, дөңгелекке бекітілген құрылғы істен шыққан. Қайта қонуға мәжбүр болған ұшақта адам шығыны жоқ. Дәл осы Скаттың 7 наурызда Тбилиси әуежайына төтеннен әрі түтінмен қонуы талай тілді калимаға келтірген еді. Сонымен, Скат әлсіз бе, Скатты әуеде асыр салдырып қойған әуе агенттігі әлсіз бе? Есеп 149, алу 13 тең болады 136. Тағы бір есеп, 136-тан неше алғанда 100 болады. Әрине 36. Бұл 11-ші кіреберістің қожайыны, яғни білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың азайту амалы. Қазақстандағы жоғары оқу орындарының санын 100-ге келтіру формуласының авторы математик Бақытжан аға коммерциялық оқу орындарының пластик есігіне темір құлып салмақшы. Бұл енді білімді бизнес қылып отырған елордадағы біраз ел елеулеріне жағымсыз жаңалық. Ырза болып қалдық. 1990, 2000, 2013. Таблодағы бұл сандар еліміздің руханият тарихындағы бас муфти ауысқан жылдарды білдіреді. Қос дүниеде жауапты төрағалықты алғашқы муфти 50 жасында, Әбсаттар қажы 53 жасында, ал жас муфти Ержан Майемеров 41 жасында сайланған. Тура 40 күн бұрын Қазақстан мұсылмандарының кезектен тыс құрылтайы қоғамға беймәлімдеу Ержан Майемеровті бас муфтилікке лайық көрген. 10 жылға созылған Рәтбек кезеңі. 13 жылдық Дербісәлі дәуірі несімен ерекшеленді? Сіз кімсіз, Майемеров мырза? Тарихи шегініс. Екінші дүниежүзілік соғыстың қиын тұсында Кеңес империясының көсемі Сталин Қазақстан мен Орта Азия мұсылмандарының діни басқармасын құруға келісім береді. Діншілдігі үшін қуғын сүргіннен зәрезап болған мұсылман қоғамы жаңалықты тосырқай қабылдағанымен 1943 жылы 160 делегатты жинаған мұсылман ғұламаларының бірінші құрылтайы басқарма құру шешімін құжат жүзінде бекітті. Біле жүріңіз, Қазақстан мен Орта Азия мұсылмандарының діни басқармасының еліміздегі алғашқы өкіл қазия Әбділғафар Шамсудин болды. Қазиятты әр жылдар Сәдуақас Ғылмани, Жақия Бейсенбаев, Разбек Сыздықбаевтар қазилық етті. Қылышынан қан тамып тұрған дейтін теңеу жиі айтылатын атеистік қоғамда қазият замандар бойы жалғасқан мұсылманшылық дінін сабақтастырып тұрғандай еді. Күніге мешітке жаяу барып жаяу келем. Арасы 1,5 километр. Сол 1,5 километрге барып, қайдып келіп, кейде бірнеше рет барып келуге тура келіп қалады. Ал енді бұлай айтқан уақытында күніге мен 10 километр жүріп отырам. Дербестіктің аты дербестік. Егемендік декларациясын қабылдау мен тәуелсіздігімізді жариялауға дейін-ақ Ташкенттегі басқармадан еншісін бөлек алып шыққан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 1990 жылдың 12 қаңтарында Рәтбек Нысанбайұлын бас мүфтилікке сайлаған. Демек, бұл халықтың тұрмысының жөнделгендігі, Қазақстанның өскендігі, халқының жақсы жағдайын жақсы болғандығына осының өзі дәлел. Мешіттердің салынуы, қаржы адамдардың көптеп баруы, Қазақстан мемлекетінің экономикасын көтерілгенде дәлел. Бұхарадағы Мир Араб медресесінде білім алған, Ливияның Ислам университетінде оқыған Нысанбайұлы елесінде осында екпінді сөйлеу мәнерімен, депутаттығымен, сосын бір қалса осы басқарманы дербес ету еңбегімен қалса керек. 4 тілден хабар бар Рәтбек қажы Нысанбайұлы кезеңі мешіттердің санының 68-ден 1402-ге артуымен. Әсіресе ұзақ жылдар бойы бой көтерген Алматы орталық мешітінің қолданысқа берілуімен де жұрт жадында. Қоғамына сай мүфтиі. Ел тарихының бедерлі беттерінде 2000 жылдан кешегі күнге дейін бас мүфтилік жауапкершілікті филология ғылымының докторы, профессор, шығыстанушы дипломат Әбсаттар қажы Дербісәлі арқалады. Дипломатия, содан соң дипломатиядан да нәзік дін саласына ауысқан Әбсаттар қажы діни салада зайырлы мемлекет, қоғам, дін үштігіне сай реформалаумен айналысты. Діни істерге реформа керек, бірақ мен осы сөзімді бұрмалап әдейі. Қалай дінді бұрмалау болады? Мен дінді бұрмалауға реформа жасау туралы айтып отырған жоқпын. Діни істер, кез келген істі, егерде ол биік белеске көтереміз десек, оны ұйымдастырудан бастау керек. Мысалы, діни істерді реформа жасау дегенде, мысалы, біз діни басқарманы мен бүкіл структурасын өзгерттім.
Дербісәлі дәуірі бас мүфтидің ғылым білімнің адамы екенін дәлелдегендей. Әртүрлі ғылыми конференциялар, бітірері бар, мыңға жуық шәкірті бар кешегі Нұр Мүбәрак бүгінгі Нұр, 9 өңірден ашылған 9 медресе, жиыны 60 мың таралымнан асатын басқармадан шығатын газет-журналдар, бас мүфти және оның командасы жазған 65 кітап сөз етуге ғана жеңіл еңбек. Сондай-ақ Дербісәлі дәуірі имамдардың тұрақты жалақы алу жүйесін құрумен, қазақы шапанды имам образын қалыптастырумен көпшіліктің кем дегенде сол имамдардың жадында қалмақ. Дәуіріне сай мүфтиі. Биылғы жылдың 19 ақпаны 170 адам қол көтеріп қолдау білдірген жиыннан реті бойынша 3-ші бас мүфтидің есімін білдік. 1972 жылдың 16 желтоқсанында дүниеге келген Маханшы мектебінің түлегі, 3 баланың әкесі Ержан Майемеровтің өмірбаяны білім ізденістерінен ғана хабар береді. Өмірінің 12 жылын Египеттің Әл-Асқар университетінің шариғат және заң факультетінде білім алуға жұмсаған бас мүфти Мысырдың мүфтиятында пәтуа шығару бөлімінде тезден өткен. Мирный кентінде мешітте, кейін Семей өңірі бойынша өкіл имамдықта еңбек еткен. Осыған дейін кең Бұхарадан елеусіздеу болған Майемеров мерзімінде нендей із қалады. Құрметті көрермендер, бүгін бізде ерекше қонақ. Қонақтың төресі десек те болады, өйткені бізде эксклюзивті сұхбат болайын деп тұр. Қарсы алыңыздар, еліміздің бас мүфтиі Ержан Майемеров. Ассалаумағалейкум аға. Қош келіпсіз. Ұлттық арналарда, яғни республикалық деңгейлердегі арналарда бірінші сұхбатыңызды беріп жатқан, е? Әрине. Қобалжу жоқ па? Әрине бар. Енді бірінші сұрақтан бастап кетсек, мынау ауыл имамының сәлдесі мен бас мүфтидің сәлдесінің айырмашылығы неде? Мысалы, сіз автобуста кетіп бара жатсаңыз, жалпы мүфти автобуста кетіп бара жатса, біз қалай ажырата аламыз? Қандай ерекшеліктерімен, айырмашылықтарымен? Бисмиллахир-рахманир-рахим, ва бихи астаин. Жалпы мүфти менен жаңағы сәлдесі, мүфтидің сәлдесі менен ауыл имамның сәлдесінің айырмашылық бар. Әрине жаңағы мүфтидің сәлдесі жаңағы мен киіп тұрғандай болады. Ал енді ауыл имамның сәлдесі бұрынғы Бұхари стилде дейді. Бұхари стилде жаңағы оралған сәлде. Жалпы автобуста кетіп бара жатқан кезде енді біз жаңағы ондай қоғамдық көліктерде шапанмен жаңағы жүрмейміз ғой. Жалпы жүреміз, әрине, бірақ тақиямен жүреміз. Ал тақия жаңағы тақияда ешқандай өзгешелік жоқ. Танымалдылық сіз үшін қажет болмады, бас мүфти болу үшін. Жалпы танымалдылық сізге, мүфтиге бұл демеу ме, әлде тұсау ма? Енді мен өзім жалпы түсінігім бойынша біздің ислам дінінде бір жаңағы танымалдыққа, өзін көрсетуге жалпы шариғатта ол тыйым салынатын нәрсе. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның хадис шарифінде иннамал амал бин ният дейді. Қандай да бір амал істесеңіз, ол ниетіңізге байланысты дейді. Сондықтан біз бір елге қызмет еткен кезде ел мені мақтасын, ел мені дәріптесін деген ниетпен болса, енді оның ешқандай қияметте сауабы жоқ. Ал енді бір елге қызмет еткенде елім үшін, жерім үшін, отаным үшін деп қызмет еткен болса, осы дүниеде және ақиретте оның сауабы бар. Сондықтан діни адамға ондай танымалдыққа жаңағы соны ойлау, тек қана сол мақсатта жұмыс істеу ол жараспайтын нәрсе. Жараспайтын нәрсе. Яғни сіз қошеметті бір қойсақ та болады, әрине. Яғни сіздің басты өмірлік қызметтегі принципіңіз көп сөз емес, ең бастысы еңбек ете беру керек. Әрине, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға жаңағы дін келген кезде Жебірейіл алейхиссалам айтады: Аллах тағала, я Мұхаммед сенен сұрап жатыр, қандай пайғамбар боласың дейді. Патша пайғамбар боласың ба, асқан бай пайғамбар боласың ба, жоқ, қарапайым пайғамбар боласың ба дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не дейді? Жоқ, мен қарапайым пайғамбар боламын дейді. Сондықтан пайғамбарымыздың өмірінен үлгі алуымыз керек. Қазақ жас кесе іске дейді. Сондықтан әрине ісімізбен көрсетуіміз керек. Тамаша, тамаша. Мысырда 12 жыл оқыдыңыз, е? Әл-Асқарда, е? Қазір Мысырда, Каирде не болып жатқан бәріңіз білеміз. Мұсылман адам өзінің дінін толық ұстай алу үшін сол елде тыныштық болу керек. Жаңағы ата-бабамызда айтады, ораза намаз тоқтықта дейді. Сондықтан қазіргі біздің мынау Қазақстанның заманы қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман. Адам мұсылман толық өзінің жаңа дініне ғибадат ете алатын уақыт. Сондықтан жаңағы Мысыр елінде не болып жатыр? Алауыздық. Осындай алауыздықтан бізді Құдай сақтасын.
ырыс қайда барасың десе, ынтымағы бірлігі жарасқан елге барам дейді. Сондықтан Құдайға шүкір, біздің Қазақстанымызда ынтымағы жарасқан осы тыныш еліміз, Аллах тағала лайым осындай болғай біз. Жалпы өзіңізге бас муфтидің сәлдесі ұнайды ғой, жарасып тұр екен. Көрермендер қалай ойлайсыздар, жарасып тұр ма? Жарасып тұрған сияқты, тамаша. Іске сәт дейміз сізге. Енді аталмыш өзіңіздің жасап жатқан жобаларыңыз іске асқан кезде біздің бағдарламамызға келіп толыққанды ақпарат береді деген ойдамыз. Олай болса, сізге тек қана алдағы істеріңізге жақсылық тілейміз. Рахмет сізге. Қонақта болған Ержан Майамеров, бас муфтиіміз. Орталық хабардың студиясында біз тек саяси салмақты мәселелерді көрсетіп қана қоймаймыз. Біз ел аузындағы болмаса өнер тапқыш қолында кейбір тәжірибелерге сынақ жүргізіп көреміз. Сонымен жұмыртқа бөтелкенің ішіне кіре ме? Кәне, сынап көрейік. Олай болса, бізде біз жүргізушісі Рахат Жақсыбай. Қош келіпсіз студиямызға. Жалпы тәжірибе жасағанды жақсы көретін азаматсыз. Бірақ дәл мына тәжірибені бұған дейін тек қана бір мәрте ғана жасап көргенмін. Бір мәрте. Іске асып пен? Іске асқан. Іске асып. Бірінші рет қазір көрейін деп отырмын өткені мен. Маған өте қызық болып отыр. Ол үшін не қажет? Ол үшін үй жағдайында жасауға болатын қарапайым тәжірибе. Мынандай шыны бөтелке керек, піскен жұмыртқа керек, қағаз және оттық. Оттық. Яғни біз қағазды жағамыз, оттықтың көмегімен ішке саламыз, жұмыртқаның үстіне қоямыз, жұмыртқа ішке кіру керек. Бөтелкенің. Ал қазіргі жағдайда кірмейді. Қазіргі жағдайда кірмейді. Тамаша. Олай болса, іске сәт, құрметті көрермендер. Қошеметтеп қойыңыздар біздің тәжірибеміз. Ал, кеттік. Ал, 1, 2, 3, кеттік. Бір, екі, үш. Мінекей, тәжірибеміз іске асты, біз өте қуаныштымыз. Көрдіңіздер, жұмыртқа бөтелкенің ішіне. Бірақ енді бұл не үшін керек болды дейтін сауалда? Бұның пайдасын тауықтардан сұрау керек, Рахат мырза. Жақсы. Бәрекелді, олай болса, келесі сұхбатты тауықтармен жүргізсек таң қалмаңыздар. Көктем қандай көңілді, шұғылалы, ауа райы мұңғы болып бұзылады. Келбетіңе қараймында таңғаламын, шығыстағы сулардан сен нәр алдың ба? Көктемнің келген жақсы, бірақ соңғы кездер көктем бізге өктем болып келетін болды. Шығыс Қазақстанда алапат қар қашан ашекоға айналады деп жұрт алаңдап жүр. Батыс Махамбет жеткен кезде толасақтан саз кешіп жүр. Сонымен жазғы тұры қинайды қыстың сызы. Соңғы жылдары еліміздің әр өңірінде қардың күрт еруі мен өзендердің арнасынан асуы халыққа қауіп тудырып отыр. Мәселен, дәл қазір Шығыс Қазақстан облысы Башко келсе, береке келгендей қуанатын болды. Өйткені өңірдегі 160-ға жуық қоныс тасқын астында қалу мүмкін мекенге жатқызылады. Қардың қалың жауғаны соншалық, оның биіктігі Қазақстандағы ең биік адам 2 метр 15 сантиметр Қалдыбай Атажанов қос қолын созса да жетпейді. 3 метр. Қазір қардың қалай еріп отырған төтенше жағдай министрлігі ғана емес, ғарышты құрылғылар да бақылауда. Ал Батыс Қазақстанда күннің күрт құбылуы төтеншеліктерді тыншытып тұрған жоқ. Күшті құрылымдар өзендердегі сетінеген сендердің арнаны жарып кетпеуін қадағалап отыр. Алайда қар суы кей-күйге кіріп те кеткен. Кеше күнде жалынып бір машина су сорғыздық. Ол бір машина су сорғызған не болды? Қарағандының да жағдайы мәз емес. Жақында ғана 73 үй су астында қалды. Көктен кенет жауған ештеңе жоқ. Жердегі қардың әлегі. Сол ағып жатыр бер жаққа. Су қайда кетеді? Су үйдің астына кетіп жатыр. Теріскейдегі ағайынды алаңдаулы. Павлодар облысы кәрі құданың қаһарынан қорқып отыр. Жетіс елді мекендегі қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, азаматтық қорғаныс әрекеттері жасалуда. Келетін су келді, отырған жұрт отыр. Дәл осы жағдайда министрлік қайда қарап отыр? Бұл сұраққа жауап беретін бүгін бізде студияда қонақты Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың басқармасындағы бас сарапшы Еділ Жақсылықұлы. Қарсы алыңыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Жаман емес. Шаршап жүрген жоқсыздар ма? Енді шаршауға жұмыс бар. Еділ мырза, жан-жақты су алып кетті дей ма? Бұл саладан хабарыңыз бар шығар? Енді хабардарымыз ғой, бәріміз. Біздің жаңалықтардан көресіздер ма? Жаңалықтан болсын, одан басқа бізде күнделікті ақпараттар жерлерден келеді ғой. Енді өзіңіз білесіздер, бәріміз білеміз, мынау
Биыл қыста қардың көп түсуінен бірталай аумақтарда қиындықтар туғызып отыр осы қар. Соған байланысты бізде мынау өкімет тарапынан үлкен көңіл бөлініп отыр. 3 кеңес өткізілді. Осы тасқынға қарсы мәселесі бойынша қажетті шешімдер қабылданып, жергілікті органдар мен орталықтар органдарға тиісті тапсырмалар берілген болатын. Олай болса, экранға назар аударайық қазір. Бір арнайы сіздерге дайындалған көрініс бар. Ау, саламатсыздар ма? Мен Қызылорда облысынан телефон соғып отырмын. Мына бізді су алып кетті, білесіздер. Сол 4 бала тағаммен шатырдың үстінде отырмын қазір. Мына сол Еремек ағам қандай көмек береді бізге? Ағамның өзі Қызылордалық бауырларының судың ортасында қалды. Қандай көмегіңіз бар? Мағайдың? Мен не істеймін? Ақыл кеңесіңізді айтатын мүмкін. Не ғой? Көмек болғанда күйеуім байыңда бай. Күйеуім бейшара бізді құтқарады жүріп суға ағып кетті. Бейшара жүзе ма деген ғой? Енді дарияның жағасы тұрып жүзіп үйренбеймін мен. Мен не қайын саған барайын ба қазір? Бұл кездегі осыдан бірнеше жыл бұрын қойылған қойылым Шаншар Әзілқақ театрдың әлде болса өзінің маңыздылығын жоғалтпаған сияқты. Қай министрлікке бағытталған өзің түсініп отырған шығарсыз, Ол енді министрлікке бағытталған деп айтатын бұл әкімнің болған сұхбаты ғой. Тек қана әкімдер осылай жауап береді, министрлікте бұлай жауап бермейді. Жоқ, енді бұл су тасқын мәселесі ол жергілікті жерлерде болғандықтан, оған барлығына атқарушы әкімдік жаңағы Сіз өзіңізбен бірге екі бір серігіңізді, екі қызметкеріңізді алып келіпсіз. Олар шақырайық студиямызға. Біздің құтқарушыларымыз сіздерді кейбір қаланың тұрғындары көруге армандап жүр сіздерді. Арнайы сіздер өздеріңізбен бірге құралдар алып келіпсіздер. Ал мархабат көрсетіңіздерші бізге. Жүзіңіздер, жігіттер. Мынау резеңке етік, арнайы, мен қателеспесем. Бұл ішінен киетін? Ішінен киетін шылғау, бұл қысқы уақытта болмаса ішіне киіп. Ұялы байланыс телефон тұр. 112. 112 хабарласу. Ең басты бірлігі болу керек ішіне. Бірлігі болу керек. Тамаша. Кидік делік мынаны. Яғни бұл бізде судан сақтайды. Екіншіден бұл басқа бір ауыр нәрсе тиюден, бастың қауіп қатерден, ауыр нәрсе түсіп кетпеуінен сақтап. Яғни бұны сіздер кесіздер? Иә, әрине. Бұнау өрт сөндіруге арналған арнайы? Өрт сөндіруге арналған бұл жең. Ал су көп болса, судан бұл сорып ала ма суды? Бұл үлкен диаметрлі су сорғыш. Ал құрметті көрермендер, 112-ке міндетті түрде хабарласыңыздар, егер аталмыш жағдайларға тап болып жатсаңыздар, өйткені ұялы байланыс телефонынан 112-ке байланысу тегін, ешқандай бірліктеріңіз кетпейді. Және өздеріңізде абай болып жүргендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Қызылағаш қасіреті. Тұтастай бір ауылды жермен жексен еткен оқиғаға биыл 3 жыл. Содан бері жүректегі жара жазылғанымен тыртық қалды. Тіпті жергілікті халық ақиқат аңыздың тасасында қалды деп күйінетін көрінеді. Қызылағаш 3 жылдан кейін. Сюжет экран. Бейбіт жатқан ауылды бір сәтте астан кестеңдіп топан су шайып кеткен оқиға тарихқа Қызылағаш қасіреті деп шерлі бояумен жазылды. Ресми дерекке сүйенсек 45 адам қаза тапқан, 465 баспананың 200-не дейін сел қиратса қалғандар тұруға жарамсыз болып қалды. 5 адам әрине. 2 ұлым, әйелім, ата енем бірақ кетіп отыр. Қайнаған бәлісата жатыр әлі. Мынау басшылардың қырсығынан қойсын бәрінде ау. Сағат 11-ге дейін басып отырған ғой жаңа. Істей болмайды, қорықпаңдар, жата беріңдер деп. Бұлар әкімге сеніп алған, звондап жата берген ғой үйде. Түк болмайды. Ұйықтап қалған ғой. Тастақтың астына қарасақ, аяқ шығып жатыр баланың. Басында кукла екен деп қалдық, сөйтсе кукла емес. Топырақтың астына кіріп кеткен ғой ана бала. Суға келгенде мына гусеницаның арасына тығып жіберген ғой ана баланы. Бағдат Алтынбековтің үйі өзен жағасында болған, апат болған күні өзі тау ішінде қыстақта мал бағып жүрген екен. Ажалдан аман қалды. Ауылға оралғанда шаңырағының ортасына түскенін көріп, жер құшы күңіреніпті.
Бүгінде көз жасы құрғаған, бірақ жүректегі жара орны әлі сыздайды. Марқұмдар әр тұсқа жерленіпті, тіпті Талдықорған түбіндегі қорымда бір бетке 2 мәйіттен қойылған. Бүгінде Қызылағаш бұрынғы орнынан 3 шақырымдай жылыстап қайта бой көтерді. Бұқара баспанамен қамтамасыз етілді, әлеуметтік нысандар салынды. Бұл үшін қазынадан қаржы бөлінді. Қалың қауым барын беріп ақша аударды. Жалпы сомасы 8 миллиард теңге жиналған. Бұл қаржыға үйлер салынды, коммуналдық жүйе түзелді. Бірақ сол кезде құрылыс асығыс салынды ма? Әлде мердігер компаниялар сапасыз материалдар пайдаланды ма? Әйтеуір үйлер көп ұзамай сыр бере бастады. Қабырғалары үгітіліп жатыр. Шелма бірдеме. Иә. Су кіріп кетті үйге. Бірақ тұрғындар жанына бататыны бұл емес. Олар су сатып пайда тапқан. Тоспаға шамадан су жинағандардың жазадан оңай құтылу жанға батады дейді. Айтуларынша қамауға алынған 5 адамға шартты жаза кесілген. Ал ауыл әкімі Есет Жүнісов пен оның інісі су қоймасының директоры Мұхит Жүнісовті және қойманың басқарма директоры Қуаныш Бекеевті 5 жылға бас бостандығынан айырады судья. Бірақ көп ұзамай тұтас бір ауылды ажал аузына байлап бергендер рақымшылыққа ілігіп абақтыдан босап шықты. Осы ауылда жұмыстарын істеп жүр азаматтар, оған енді дейсіз, олар да жас балалар ғой, қанша істеді олардың қолынан селген зат емес қояр. Мен әкім болсам ертең сол жағдай болса солай да қайталанады, бірақ қажет не ол. Өтті кетті, бірақ бәрі есте қалды. Көп жылдар бойы жөндеу көрмек тілсіз жаудың алапат күшіне төтеп бере алмаған Қызылағаш және Ақешкі су қоймалары мемлекет қарамағына өтті. Комиссия құрылып, республикадағы барлық бөгет тоспалар тексерілді. Сол кезде еліміздегі 450-ге жуық су шаруашылығы нысандарының басым бөлігі жеке қолға өтіп кеткені белгілі болды. Республикамызда 465 ірілі ұсақты су қоймалары бар. Соның 46% бұл мемлекеттік меншікте. Оның ішінде стратегиялық маңызы бар объекттердің ішінде 15% бұл республикалық меншікте, ал қалған 41% бұл коммуналдық меншіктегі объектілер болып саналады. Бүгінде Қызылағаш қайта түлеген. Ай күннің аманда ауылдасынан айырылған ағайынның көңіліндегі қайғы бұлты да сейіле бастаған. 3 жыл бұрынғы қасіреттің куәсі болып, ауыл ортасында ескерткіш тұр. Қайта қалпына келтіру үшін жұмыстар жүргізіп жатыр. Жоба жасалып, құрылысын Құдай қаласа биыл бастау керек. Бұл өңір сусыз күнделте алмайды. Халықтың малдан басқа жан бағары дақыл егіп диқаншылықпен айналысу. Сондықтан Қызылағаш бөгетін қайта көтеру мәселесі қозғалуда. Бұл міндетті мемлекет өз мойнына алып отыр. 22 наурыз. Бұл күннен биыл жұрт күн мен түннің теңелуінен басқа тағы бір теңелу күткен. Неміс машинасынан озбасақта құйрық түстесіп жүре алсақ қой деп армандаған. Астана аренаға жиналған 30 мың көрерменнің қиқуында тым болмаса тең есептің дәмесі жатқан. Алдымен Бастиан Швайнштайгер. Араға 3 минут салып Марио Götze ұйқашар жасады. Қарымта сыйлауы тиіс біздің жігіттер селт еткізердің ордына қаптаған қателіктер жасаумен болды. Наурыз кешірім мерекесі дегенді ескерді ме, обал не керек, немістер көбін кешіріп жатты. Кездесу соңына қарай Ұлан Қонысбаев алаңға шықты. Аштастан добалық қойға және Астапенге қастырылған пас, соққымақ тоғы мүмкіндік бар және Астапенге шайыстан кетті. Ұлан Қонысбаев. Гол болмаған соң осындай санаулы сәттерді мақтаныш етуге мәжбүрміз. Қорытынды есеп 3-0. Қазақстан құрамасының қорғаныста табандап жатып алатынын және қарымта шабуылдарда жылдам гол соғуға ұмтылатынын біз білгенбіз. Бұл іріктеу кезеңінде жетістікке жете алмасаңыздар да, келер іріктеу кезеңдерінде сәттілік тілеймін. Бүгінгі матч туралы айтатын болсам, жаңағы Германия өте мықты команда, бәріңіз білесіздер. Қиын болды өте. Бірақ балалардың бәрі тырысты. Бағанаға келгенде алаңдадың ба қатты? Көрдіңіздер ғой қалай екен. Сәл не болмай қалды, фарт жетіспей қалды. Ойынның нәтижесіне қарамай өз командасына 90 минут бойы тік тұрып қолдау білдірген жанкүйерлер аренадан екіұдай пікірде тарқасты. Қандай әсерде болғансы жүрегің ауырады, енді ұтылды да қалды. Шыққан Қонысбаевтың өзі, бір қазақтың өзі соншалықты қазақтың ойынын көтерді. Біз аңғай шеттен аламыз тренерлерді. Өзіміздің жігіттерді төменге қоямыз олардан.
Сәғда өзіміздің жігіттерді бірінші қою керек. Өйткенше біз еш уақытта жеңбейміз. Кезек қарымта кездесуге де келіп жетті. Есеп 0-0. Алғашқы 20 минуттың нәтижесі. Арғарай Марко Ройс, Марио Götze, Илкай Гюндаған кезек-кезек ұйқы бұзды. Алайда алаң ортасында ойқастап, қақпасының қайта қалғанын білмей, ішіп-сіп жүрген Нойер бізге бір голды сыйға берді. Ойнап жүріп от басқан қақпашы Жолшиевтің қасына қалай келіп қалғанын байқамай қалып, доптан айырылып қалды. Аяғына өз домалап келген допты бос қақпаға салу Шмидтке қиындық тудырмады. Осылайша 3 жылдан бергі ала алмай жүрген қамал алынып, неміс қақпасының кілтін тапты. Қорытынды есеп 4-1. Неміс машинасының пайдасына шешілді. Қақпамызға 27 мәрте соққы жасалса, оның 17-сі қақпаға тура бағытталып, 5-еуі қақпа бағанынан қайтты. Бұл бір ойынның ғана көрсеткіші екенін еске сала кетейік. Сонымен Германиямен өткен 4 ойында небәрі 14 қана доп жіберіп, бақандай бір голмен жауап қайтара білдік. Бераниктің алдында бізде Бернт Шторк баптады. Бернт Шторк баптаған кезде немістермен тең ойнадық. Оның алдында Арно Пайперс. Арно Пайперс дайындаған кезде тіпті іріктеу кезеңінде 10 ұпайға дейін алдық біз. Ал қазір бар болған дәл қазіргі таңда 6 ойында 1 ұпай. Өте ұят нәрсе. Осы көрсетіп жатқан нәтижелердің бәріне футбол федерациясы жауап беру керек. Мысалы, кешегі Қазақстанда өткен 3-0 нәтижесі, одан кейінгі Германиядағы қарымта 4-1 нәтижесінен кейінгі біздің сала, осы футбол саласының басшылары, жауапты қызметкерлері қалың көпшіліктің алдына шығып, жаңағы түсініктеме, жаңағы кешірім сұрау деген сияқты сондай бір жұмыстарды атқару керек еді. Бірақ біздің федерациядан ондай ешқашан болған емес. Бірақ мына федерацияда ол болмайтын да шығар. Өйткені бұл федерация мен мынау жанкүйердің арасы өте алшақтап кеткен. Пас бер. Ағаларыңды алдаңдар. Тоқтама. Бәрекелді. Несібаға таныс әуен шығар, қазір ойналған. Әрине. Аргентина, Ямайка 5-0. Ал біздің таблодағы есеп 1-14. Жақсы екен. Жақсы ма бұл? Бұл енді шынын айтқанда жақсы емес. Бұл шынын айтқанда өте жаман. Енді сол жаманның біз мәніне жетуіміз керек. Неге екенін түсіндіруіміз керек, өзіміз түсінуіміз керек, сосын бір шара қолдануымыз керек. Болмайтын болса, 1-140 болады. 1-140 болады. Мысалы, 14-1, яғни 4 ойынның біздің Германиямен ойнаған есепті қосқандағы нәтиже. Көріп тұрмын. Керісінше бізде әрбір жыл өскен сайын нәтиже төмендеп бара жатыр. Яғни біз 4 гол соғып жатырмыз, өзгермейді нәтиже. Керісінше жақсылыққа біз алып келе жатқан жоқпыз, қанша реформа болып жатса да. Бұның себебі неде аға? Мен біріншіден айтар едім, мынау 1-14 деген есептің. Балалар ар жақ ойнаңдар деп. 1-14 деген есептің бір голды кешегі Германияда ойнағанда. Шмидтке. Біздің жігіттер апарып соққан жоқ оны. Ол Нойердің қателігінен кірген доп. Яғни біздікі мүмкін мына жерде 0-14 болар еді. Мен Европаның футболын Қазақстаннан алып кеткім келіп тұр. Қай елдің футбол федерациясы болса да, оның негізгі үлкен мақсаты біреу-ақ болады. Ол сол елдің құрама командасын не құрлықтық, яғни не азиялық, не европалық, не әлемдік чемпионаттардың финалдық кезеңіне жеткізу. Таяу 50 жылда, таяу 100 жылда біз Европа чемпионатына, немесе әлемдік чемпионатқа Европадан өте алмаймыз. Неге десеңіз, жыл сайынғы іріктеу жарыстарын көріп жүрміз ғой? Иә, көріп жүрміз. Өмір бойы салпақтап артында келе жатырмыз ғой. Соңғы орындарда. 7 команданың ең болмаса біріншісі болмақ түгіл, немесе үшіншісі болайықшы. Ол мүмкін емес. Әзірге арман. Ол мүмкін емес, арман ғана емес. Бәйтерек футбол клубының ойыншылары бүгін бізде студияда. Қошеметпен қарсы алайық. Мінекей. Осы жастар көп деген сұрақтарға жауап беретін, және сол кезде даулы мәселе болып кетіп жатты. Кімдер жіберіп жатыр, шын мәнінде нағыз таланттарды жіберіп жатырмыз ба деген сұрақтың астына алған болатын. Жігіттердің өздерінен сұрайық. Бразилияға барып келдіңдер, сұхбаттарды беріп жаттыңдар. Ол жақтағы деңгейі жоғары екен. Біздің бірінші лигада ойнап жүрсіңдер, қателеспесем. 4-ші орынмен, 3-ші орынмен аяқтадыңдар маусымды. Қалай, қиын болды ма ойнау? Қазақстандық деңгей қалай екен бірінші лига? Өзімді таныстырып. Мен елбасымыздың жобасы бойынша Бразилияда 3 жыл білім алып келдік.
Ол жақта біз білікті мамандармен жұмыс істедік. Және сол алған білімімізді осы қазақстандық мамандармен бірге арға дамытып жатырмыз. Өткен жылы біз Қазақстан бірінші лигасында 4-ші орынмен аяқтадық. Әрине ол кезде бізбен бірге үлкен жастар, азаматтар болды. Ал биыл біз тек ересек азаматтар азайып, бізде өзіміз ойнайтын болдық жас балалар. Бразилияда доп тепкен жігіттер тұр, сіз тұрсыз. Мінекей бүлдіршіндер, осы азаматтарға, осы көрермендерімізге бір мастер-класс көрсетсеңіздер. Бәйтеректің жігіттерімен, төртеуіңіз арнап. Жоқ, енді мен екеуміз көрермен болайық. Жігіттерге бер, ана, неңді беріп қой. Көңіл қайда, білейміз. Қысқарудан аман қалған Жамбыл политехникалық колледждің түлегі, Скаут әуе компаниясының тұрақты пайдаланушысы клиенті, жалпы көңілді жігіт кім дейсіздер ғой, қарсы алыңыздар? Құрмаш Маханов. Рахмет. Көріспегелі көп болды, сіз туралы естімегелі көп болды. Жалпы сол пайдаға асқан сияқты, өткені имиджіңіз өзгеріпті, жалпы өмір салтыңыз да өзгерген сияқты. Осы жайында айтып берсеңіз. Имиджді өзгертуге не себеп болды мынандай? Сахнаның адамы болғаннан кейін әрқайсысында көрерменге, тыңдарманға адам қызық болу керек, олардың көргісі келу керек. Сондықтан да әрине ол имидж, стиль дейді, мынау адамның көркі шүберек деген сияқты. Ол нәрсенің ол әнші болсын, актер болсын, ең бірінші мәселесі. Әрине өзгертіп тұрамыз, өзімізбен жұмыс істейміз, кішкене форма деген сияқты. Форма демекші, фитнеске барып тұрасыз ғой сол кезде? Әлде таңертең жүгіресіз бе? Астананың суығында. Фитнеске барам деп айта алмаймын, бірақ андасында футбол доп теуіп, бассейнге барып тұратынымыз бар, коньки теуіп тұратынымыз бар. Тамаша, тамаша. Жақсы қалыпта келе жатыр екенсіз. Шаш үлгіңіз. Мынау енді кәрістің жас жігіттерінде, сериалдарында, телехикаяларында көбіне көп орын алады. Енді сіздің жасыңыз ол жігіттердің жасымен сәйкес келмейді ғой, бірақ. Адамның өзінің жүрегіндегі мәселе деп ойлаймын. Өзіңді жас сезінсең, сен әрдайым жас жүресің. Яғни, мына жақта біздің көрермендер қатарында апаларымыз отыр, жас жігіттер отыр. Жараса ма мына имидж, мына стиль? Жарасады дейді, тамаша, мінекей сізге оң бағасын беріп жатыр. Ең басты сұрақ бір өзгеріс бар екен өмірде. Мен айтпай қойын, өзіңіз көрермендермен бөліссеңіз, қандай өзгеріс ол жалпы? Көрермендер білгісі келіп отыр. Менде негізі өзгерістер көп, бірақ оның қайсынан... Жеке өміріңіздегі өзгеріске, жеке өмірдегі өзгеріске. Нұрсұлтан, мен бір нәрсе айтайын, мен қай жерде жүрсем де, қай телеарнада жүрсем де, менің жеке өмірімнен гөрі, менің творчестводағы өзгерістерімді айтқанды ұнатам, өйткені менің жеке өмірім әр қарапайым адамның өміріндегідей. Өзінің жаңағы суығы да, ыстығы да бар деген сияқты. Ал творчестволық өзгеріске келетін болсақ, жаңалық деп айтсам қателеспейтін шығармын. Құдай қаласа келесі мына сәуір айының 28-ші жұлдызында өзімнің 20 жылдық дейік творчествомдағы тұңғыш авторлық кешімді дайындап отырмын. Түсінікті, түсінікті. Бірақ ең бастысы жеңгеміз бар ғой, жаңадан. Жеңгеміз бар, жоқ, мойындағанда дұрыс қой, бар, жоқ. Әрине бар. Бар. Есі дүзу, денсаулығы орнындағы, ақыл есі бәрі дұрыс адамда, ер адамның аяулы жары болмаған, ол дұрыс емес нәрсе. Құрмаш мырза, соңғы кезде көңілді әндер көп қой сіздің репертуарыңызда, әлде мұңлы әндер көп па? Насихи әндер көп деп айтсам болады. Насихи деген сөзді жазып алдыңыздар сөздіктеріңізге, насихи әндер. Нұрсұлтан, әр әншінің, актердің мойнында үлкен жүк бар, ол жүк біздің сахнада жүргеннен кейін бірінші парызымыз рухани, мәдени, азықты халыққа жеткізу. Ал оны орындау үшін сенің материалың, сенің репертуарың соған сәйкес болу керек. Құрметті журналистер, Құрмаш Маханов туралы жеке өмір жайлы ешқандай сұрақ қоймаңыздар, қатты ренжіп қалуы мүмкін, тек қана творчествосы туралы сұраңыздар. Қысқаша айтқан кезде, мен жеке өміріме жауап бермеймін, Құрмаш Маханов. Солай ма? Дұрыс. Аға, олай болса, біздің орталық хабарға келіп қалдыңыз. Тамаша
Біздің жігіттер тұр, қолына аспап ұстаған музыкалық, әудемейтін қазақ жоқ. Бір қонақ кәде болса. Міндетті түрде. Кеше ғана сәулесін төгіп барманға, маған қара күнніңде күлді көзі. Бүгін тағы сол сәуле сөніп қалған ба, орнағандай тірліктің мұңды кезі. Бірде күйіп бір сәтте толып қалғанда, тәнім берер тағдырдың бұл мінезі. Ертең тағы жетелер көріп тарманға, өмірдің өзі. Өмірдің өзі. Келемін тағдырдың тастақ жолымен, әлі де көп арманым. Тәттіге таңдайым тамсану үшін, ашының көрем дәмін. Қайратым қайралса қайрайтын қайта, жауымды жақсы көрем. Қаламай жоғалғанын, сүюмен жеңем бәрін. Кеше ғана сәулесін төгіп барманға, маған қара күнніңде күлді көзі. Бүгін тағы сол сәуле сөніп қалған ба, орнағандай тірліктің мұңды кезі. Бірде күйіп бір сәтте толып қалғанда, тәнім берер тағдырдың бұл мінезі. Ертең тағы жетелер көріп тарманға, өмірдің өзі. Өмірдің өзі. Кеше ғана сәулесін төгіп барманға, маған қарап күнніңде күлді көзі. Бүгін тағы сол сәуле сөніп қалған ба, орнағандай тірліктің мұңды кезі. Алғашқы бағдарламамыз, тұсаукесеріміз өз деңгейінде өткен сияқты. Сәл шаршау бар, бірақ біздің көңіл күйіміз өте тамаша өткені. Біз жаңалықтардың, қызықтардың, тек қана эксклюзивтердің орталығындағымыз. Бұл орталық хабар ақпараттық сараптамалық шоуы. Бізден бірге болыңыздар, келесі аптада көріңіздер, және де көршілеріңізге де айтып барыңыздар.